Саламатсыздар ма? Қазір біз сіздермен бірінші нұсқадағы келген есептерді талдайық. Бірінші есептің асынан бастайық. Бұны жасау үшін мен алымын түрлендірейін. Яғни а квадрат минус а минус 8а плюс 8 деп. Ал енді көріп тұрғандарыңыздай бұның бөлімін тағы түрлендіруім керек. Демек ол а куб минус 2а-ның квадраты. Мына минус 4а дегенді мен плюс а минус 5а және де қосылған 5 түрінде жазайын. Енді мынау алымынан а-ны жақшаның сыртына шығарамыз және минус 8-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, сонда а минус 1, мына жақтан минус 8 жақшаның сыртына шықса, жақшаның ішінде а минус 1 қалады. Ал бөлімімізде мына алғашқы үшеуінен а-ны шығарып тастаймыз. Сонда менде а квадрат минус 2а қосылған 1 және де минус 5 жақшаның ішінде а минус 1 деген қалады. Енді мынаны ары қарай тағы есептейтін болсақ, а минус 8, ал мына жақтан а минус 1 деген шығады. Ал мына жақтағысынан көретін болсақ, бұл бізде а минус 1-дің квадраты. Демек мұнда а минус 1-дің квадраты азайтылған 5 еселенген а минус 1. Ал енді мен осы жерден тағы да бөлімінен а минус 1-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, алымында а минус 8, мына жақта а минус 1, ал бөлімімізде а көбейтілген а минус 1 және де азайтылған 5 көбейтілген а минус 1 болады. Мына жерде а минус 1 мен а минус 1 қысқарады. Мұнда а минус 8 бөлінген а квадрат минус а минус 5 деген болады екен. Бұл бізде бірінші есептің асының жауабы. Енді келесі б-сын шығарайық. Енді бұның б-сына шығаратын болсақ, алымын түрлендіруіміз керек. Яғни оны басқаша қалай түрлендірсек болады? X-тің 4 дәрежесі азайтылған x квадрат, азайтылған 2 еселенген x квадрат плюс 2 деп жазайын. Ал енді бөлімін бірден ашып жіберетін болсақ, ол x плюс 1 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі азайтылған x куб плюс x-тің квадраты минус x плюс 1-ге тең болады. Енді мен алымынан x-тің квадратын шығарып жіберсем, жақшаның ішінде x квадрат минус 1 деген қалады менде. Келесі мына жерден минус 2-ні шығарсақ, ол жерде де x квадрат минус 1 қалады екен. Ал бөліміміз бізде x плюс 1 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі азайтылған x куб плюс x-тің квадраты минус x плюс 1 екен. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай алымынан x квадрат минус 2 және де x квадрат минус 1 деп жіктейміз. Ал бөлімімізде қайтадан өзін жазайық, x плюс 1, мұнда x-тің 4 дәрежесі азайтылған x куб плюс x-тің квадраты минус x плюс 1. Енді мына жерден көріп тұрғанымыздай, мынау x квадрат минус 1, ол x минус 1, x плюс 1-дің көбейтіндісіне жіктеледі. Сонда мына мен мынау қысқарсам, менде x минус 1 деген қалады екен, екеуі қысқарғанда. Енді бұны ары қарай жауапты жазатын болсақ, x квадрат минус 2, одан кейін көбейтілген x минус 1, ал бөлімімізде бізде x-тің 4 дәрежесі, мұнда минус x-тің 3 дәрежесі қосылған x квадрат минус x плюс 1-ге тең болады екен. Міне бізде көріп тұрғандарыңыздай жауабымыз осыған тең болады екен. Енді келесі екінші есепке келейік. Екінші есептің шығару үшін әртүрлі әдісі бар. Бірінші жақшаларды ашсаңыздар да болады, немесе толық квадратқа келтірейік сол жағын. Сонда мен 2x минус 1-дің квадраты азайтылған 2 еселенген мынаны 2x минус 1 күйінде қалдырайында, тек мына екінші жақшадан минусты жақшаның алдына шығарып жіберейік. Сол кезде бізде мынау 2x минус 3 болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай мына минус содан шығады. Келесі қосылған 2x минус 3-дің квадраты. Енді бұл неге тең дейді? 4x-қа тең болу керек екен. Онда мен мынаны ары қарай түрлендіре берейін. Сонымен бұл а квадрат минус 2аб плюс b квадрат. Демек бұл 2x минус 1. Бұл бізде бірінші қосылғышымыз, яғни а-ның рөлін атқарады. Келесі азайтылған 2x минус 3 и осының квадраты дейді. Енді жақшаны ашатын болсақ, сонда 2x минус 1 азайтылған 2x плюс 3 осының квадраты деп тұр. Мына жерден 2x пен 2x бір-бірімен жойылып кетеді. 3-тен 1-ді азайтсақ, 2-ның квадраты. Сонда бұл 4-ке тең екен. Яғни міне мына берілген есептің сол жағы 4-ке тең екен. Бізге енді не істеу керек? Осы 4 тең 4x, осыдан x-ті тапсаңыздар, x 1-ге тең екен.
Енді келесі 25-ші есебімізге келейік. Так, 25-ші есеп, 25 деп ғой, 3-тің асыншы есебіне келетін болсақ. Мен бұны жасау үшін не істесем болады? 25, мына жерден минусты жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда а квадрат плюс 4b-ның квадраты азайтылған 4 еселенген аб дейді. Ал бұл дегеніміз бізде а минус 2b-ның квадратын береді. Апарып енді қоятын болсақ, сонда 25 азайтылған а минус 2b-ның квадраты. Ал бұл деген 5-тің квадраты. А квадрат минус b квадратқа келіп тұр. Сонда 5 азайтылған а минус 2b и көбейтілген 5 қосылған а минус 2b. Арғара есептейік. Сонда 5 минус а плюс 2b. Бізде енді оң жағымызда да қандай шығады екен? 5 қосылған а минус 2b. Бұл бізде үшінші есептің асы міне осылай шығады. Ал енді 3-тің b-сына келетін болсақ, бұл жерде өзіміз шығаратын бір оңай тәсіл таңдап алуымыз керек. Ол үшін мен не істейін? Мына z квадрат плюс z плюс 4-ті қандайда бір t деген айнымалы қып, жаңа айнымалы қып енгізіп алайық. Белгілеп алайық. Сонда бірінші жақшам менде t-ға тең болады. Көбейтілген екінші жақшам, бұған тек 1-ді қосамыз. Демек ол t плюс 1 азайтылған 42 екен. Енді жақшаны ашатын болсақ, бізде қандай шығады? T квадрат плюс t минус 42. Енді мұнан екі жақшаға жіктеу үшін, мына бос мүшем 42 ғой. 42 қандай екі санның көбейтіндісіне жіктеледі? Мысалы 2 мен 21, бірақ қосындысы 1-ге тең болатындай. Бұл қандай? 6 мен 7 деген ғана сан сәйкес келеді. Сондықтан мен мұна t-ны 6 және 7 арқылы жазуым керек. Сонда t квадрат плюс 7t минус 6t азайтылған 42 деймін. Біріншісінен t-ны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, t плюс 7, ал мұнан минус 6-ны жақшаның сыртына шығарсақ, t плюс 7 деген жауап шығады. Енді осы жерден t плюс 7-ні ортақ жақшаның сыртына шығарып жіберсек, мұнда t минус 6 қалады. Ал енді біз басында t дегеніміз қандай еді? Z квадрат плюс z плюс 4-қа апарып орнына қойсақ, сонда z квадрат плюс z 4-ке 7-ні қоссақ, мынау 11 екен бірінші жақшамыз. Енді екінші жақша бұдан неше 6-ны азайтып таста дейді. Демек z квадрат плюс z и минус 6 ол минус 2-ге тең болады. Сонымен міне берілген есебімізді көбейткішке жүктедік. Келесі мынау 4-ші есепті шығарайық. Мен онда бірінші амал деп, мына бірінші жақшаның ішін орындайын. Енді мынаған ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бізде мынаған 3 плюс n-нан береміз, ал мұнда n квадрат минус 3n плюс 9-дан береміз. Сонда менде 27 қосылған 9n деген шығады. И қосылған 2n-нің 3 дәрежесі минус 6n-нің квадраты и плюс 18n. Бұл бізде мына алғашқы екі бөлшек, ал бөліміміз бізде n-нің 3 дәрежесі қосылған 27 болады. Өйткені бұл бізде қандай? a куб плюс b кубтың формуласына келіп тұр. Енді бұған нені қос дейді? Азайтып тастайды екенбіз. Келесі n куб минус 15 n-нің квадратын азайтып таста, и бөлімі қандай дейді? Бәрібір n куб плюс 27. Менде бірінші бөлшек, яғни бұл қайсысы менде? Бірінші амалым, яғни мына 3 бөлшек жақшаның ішіндегі осы үшеуін орындап жатырмын. Енді көріп тұрғандарымыздай бөлімдеріміз қандай? Бірдей. Сондықтан мына 2n кубтан, онда мынаны бәрін біріктіре салмаймыз ба? Онда мен біреуін өшірейін мына бөлімінен. Сонымен бөлімдеріміз ортақ, тек таңбаларымыз ауысады. Мынау минус, мынау плюс болады. Сонымен 2n кубтан n кубты азайтатын болсақ, n куб қалады. Енді келесі n квадрат қой. 15n квадраттан 6n квадратты азайтатын болсақ, плюс 9n-нің квадраты деген шығады. Ал енді n-дарға келетін болсақ, плюс 27n, и бізде бос мүшеміз плюс 27 болады. Ал бөліміміз n куб плюс 27 екен. Енді мынаны тағы да ары қарай түрлендірсек болады. Мына екеуін бірге, и мына екеуін бірге топтастыратын болсақ. Сонда біріншісінен n куб плюс 27, одан келесі 9n-нің квадраты плюс 27n. Ал бөлімімізде бізде n куб плюс 27 деп қалдыра берейік. Енді біріншісінен алымын ашуға тура келіп тұр. n плюс 3, және де мұнда n квадрат минус 3n плюс 9 болады.
мына, яғни мына жақшаны n куб плюс 3-тің 3 дәрежесі деймін. Мынадан мен неше 9 n-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде n плюс 3 деген жауап қалады. Ал бөліміміз n плюс 3, және де мында n квадрат минус 3n плюс 9 дейік. Енді келесі, мынадан көріп тұрғанымыздай n плюс 3-ті тағы жақшаның сыртына шығарайық. n плюс 3, мына жақтан бізде n квадрат плюс 6n плюс 9, ал бөлімімізде де міне n плюс 3 бар екен. Мына жақтан n квадрат минус 3n плюс 9. Мына жерден n плюс 3 қысқарды. Бізде міне бірінші жақшамыздағы мына жауап шығады екен. Енді келесі мен мына екінші жақшамды орындайын. Оны мына екінші амал дейік. n квадрат плюс 6n плюс 9 минус 9n бөлінген n плюс 3 дейді. И осыны бір бөлінген n плюс 3-ке көбейт дейді. Мына жерден көріп тұрғанымыздай n квадрат минус 3n плюс 9 бөлінген n плюс 3-тің квадраты. Енді бізге не істеу керек ең соңында? Мына бөлшекті, мына бөлшекпен мына екеуін көбейте салу керек. Сонда енді екеуін көбейтетін болсақ, бізде n квадрат плюс 6n плюс 9 бөлінген n квадрат минус 3n плюс 9 көбейтілген n квадрат минус 3n плюс 9 и бөлінген n плюс 3-тің квадраты. Сонымен мынау бізде n плюс 3-тің квадратын береді, мына екеуі қысқарады, мына екеуі қысқарады, сонда бізде жауабымыз тек 1 деген шығады екен. Бұл 4-ші есептің жауабы. Ал енді 5-ші есепке келейік. 5-ші есепті шығару үшін бұған сурет салып шығара салайық. Бізде қалайы және қорғасынан тұратын екі қоспа бар дейді. Мен онда қандай да бір ыдысты елестетейін. Біріншісінде қалайы, мынаны q деп қояйын. Бұл қалайы, екіншісі қорғасының пайыздық мөлшерін білдірсін. Массамыз қанша дейді? 300 грамм дейді. Ал біріншісінде 60% қалайы бар екен, онда бұны 40% қорғасын бар деген сөз ғой. Енді бұған қосамыз. Келесі, ол бізде не дейді? 40%-ық қалайы дейді. Мынау 40%, мында процент жазып қояйық. Мынау процент, и онда мынау сәйкесінше 60% болады. Бұның массасын білмеймін, мен оны x деп белгілейін. Енді бұны араластыратын болсақ, екеуі шыққан кезде бізде қанша? 56%, ал бұл 44% болады. Массамыз 300 қосылған x болады. Ал енді біздің теңдеуіміз қандай? Бірінші мен қалайының пайыздық мөлшерімен жұмыс жасайтын болсам, онда менде бірінші теңдеуім 300 көбейтілген, процентті санға айналдырсаңыздар 0,6 қосылған 0,4 x, яғни мен не істедім? Массасын пайызына көбейтеміз. 300-ді 60%-тің сандық мәніне, x-ті 40%-тің сандық мәніне көбейтіп, екеуін қосқанда, мына екеуінің көбейтіндісіне тең болу керек. Демек, ол 0,156 көбейтілген 300 қосылған 0,156 көбейту x. Енді екеуін бір-бірінен азайтатын болсақ, сонда мұнда 0,104 көбейтілген 300, ол тең 0,116 x. Енді осыдан x табатын болсақ, ол 0,104 көбейтілген 300 и бөлінген 0,116. Мұна екеуі бір-бірімен қысқарады 4, 300-ді 4-ке бөлетін болсақ, бізде 75 деген жауап шығады. Ал енді екінші әдісіміз, ол қалай істесек болады? Мына қорғасындық пайыздық мөлшерімен жұмыс жасасаңыздар болады. Оның теңдеуін ғана жазып кетейін, оны шығарып өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Бұл 0,16x, ол тең 0,144 көбейтілген 300 қосылған 0,144x. Осы жерден x-ті табатын болсаңыздар, көріп тұрғандарыңыздай, соңында да бізде x тең 75 деген жауап шығу керек. Сонымен міне біздің есебіміз аяқталды. Бұл 75 дегеніміз не? Пайыз емес, бұл грамм болады, балалар. Себебі бізден сұрап тұрған қанша грамм қосу керек деп. Міне біздің есептің жауабы осылай шығады екен.